Пайғамбарымыз намаздан кейін өзіміз 33 рет субханалла, 33 рет алхамдулилля деген тасбихтар айтамыз ғой. Аллаху акбар деген нәрсені. Соны ең алғаш үйреткен кезінде 10-10 үйреткен. 10-10 үйретіп, кейін 33-пен толықтырған. Сол 10-10-нан үйреткен кезіндегі хадисіне бір пайдалы мағына жатыр. Соны айтып кетсек, мұсылманның бойында дейді, мына екі қасиет тұрақты табылса дейді, жәннатқа кірмей қоймайды дейді. Міне, қандай екі қасиет ол? Пайғамбарымыз айтады, ол екеуі өте жеңіл дейді, бірақ істеушілері аз дейді. Оны сахабалар ары қарай тыңдайды. Сосын айтады, әрбір намаздан кейін, 5 уақыт намаздан кейін, субханалланы 10 рет, алхамдулилланы 10 рет, Аллаху акбарды 10 рет айтатын болсаңдар, 30 ғой бір намаздан кейін. 5 намазда қанша? 150.